Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тестасы өте оңай, аз уақытта дайын болатын самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл самсаның тестасы песочный теста болады. Таза құрғақ ыдысымызға 500 грамм ұнымызды саламыз. Және 250 грамм қатты морозильникте тұрған сары майымызды салып, терканың көмегімен ұсақтап аламыз. Ұнымыз бен сары майымызды жақсылап араластырып, крошка дайындаймыз. Сары май мен ұнды араластырып болған соң, 200 грамм салқын суға 1 шай қасық тұз саламыз. Және 1 шай қасық уксус құямыз. Тұзды жақсылап суда ерітіп аламыз. Суымызды ұнның үстіне құйып, одан кейін 1 жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұдан артық ұн қолданбаймыз, 500 грамм ұн жеткілікті. Өте жұмсақ тестамыз дайын болды. Салафан пакетикке салып, жарты сағат морозильникке қоямыз. Начинкасы әрине өз қалауларыңызша, бірақ тауық етінен жасалған самса болғандықтан мен 500 грамм тауық еті, 250 грамм картоп және 250 грамм пияз қостым. Начинкамызға тұз, қара бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Тауық етімен әрине сливки әдемі үйлеседі, сондықтан да мен аз ғана сливки қосып жібердім. Бұл енді өз қалауларыңызша қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Біздің тестамыздан тура 1 килограмм теста шығады. Дәл осы 1 килограмм тестамыздан 50 граммнан 20 штук самса шығады. Негізі 30 граммнан бөлсеңіздер, самсаларыңыздың көлемі де әдемі болып шығады. Мен асығыс болғаннан кейін 50 граммнан істей салдым. Негізгі нормасы 30 граммнан 33 штук самса шығады. Сондықтан да сіздер 30 граммнан бөліп жасаңыздар.
Домалақтап түйілген самсамыз осымен дайын. Бетіне бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып, жағып шығамыз. Және әсемдік үшін бетіне мак немесе күнжіт сеуіп шықсаңыздар болады. Алдын ала қыздырылған 180-200 градустағы печкамызда жарты сағаттай пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз.